менің сұрағым ауыл шаруашылығы министрлігіне, құрметті Азат Сиражиддинұлы. Жоғары аудиторлық палатаның аудиті әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар жанындағы бағаны тұрақтандыру қорлары нақты бағаны тұрақтандыруды қамтамасыз етпейтін туралы айтылған. Миллиондаған теңге шығындар, өнімнің бүлінуі, есептен шығарылуы және өңірлердегі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасының бір мезгілде өсуі тіркелуде. Неліктен айтарлықтай бюджеттік шығындарға қарамастан осы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының өсуі байқалады, негізгі мақсатқа қол жеткізілмейді. Жалпы осындай айтарлықтай қаражатты жұмсау өнім нарығына әсер етпей қаншалықты тиімді? Рахмет. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сиражиддинов. Рахмет сұрағады. Енді дұрыс айтасыз, көп сұрақтар осы әлеуметтік кәсіпкерлік палаталар корпорацияға да болған. Енді бізде екі қазіргі да механизм бар. Біріншіде оларға да қаражат беріп, оларды өзінікі қорларға да сақтауға да өнімді алады. Екінші бізде айналым схемасы осы СПК-да арқылы ауыл шаруашылығы товар өндірушілерге де және тауарлардың сеттерге да ақшаны жеңілдетілген пайызбен беріледі. Сосын оларда өзінікі тарапына қарсы міндеттемелерін алып, осы нарыққа да, аумаға да қажетті әлеуметтік маңызды товарларында толық қамтамасыз етеді. Енді қазіргі оларға да әр акиматтарға да тапсырмасы беріпті. Серік Макаш төрағамен әр апта сайын бізде арналы оперативтің штабының отырысы болып жатыр. Енді ең үлкен осыларды қате толық 3 айлық запастар болған жоқ. Енді қазіргі уақытта біз түзелдік, өзгерттік. Оларда жұмыстарыңыз қазіргі тиімді, ешқандай қазіргі баған өсу болмайды. Енді оларға да мысалы картоп айтса да, сәбізді айтса да, қазіргі өзінікі қорларда 3 айлық запастар жатып, қажетті болса, оларда ішкі нарыққа да арзан бағамен сататын болатын. Рахмет.